Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте ерекше құлпынайлы коктейль әзірлейтін боламыз, яғни клубничный молочный коктейль әзірлейтін боламыз. Бізге керегі құлпынай, сироп, балмұздақ және де салқын сүт керек. Ең алдымен құлпынайларымызды ыдысқа салып аламыз. Үстіне сиропымызды құйып, салқын сүтімізді құйып, және де сливочный балмұздағымызды салып, жақсылап біркелкі масса болғанша езіп алатын боламыз. Мұнда барлық заттар 2 порцияға арналған. Мен астына описание бөліміне 1 порцияға арналған қажет заттарды жазып кететін боламын. Сүтіміз салқын болу керек, өйткені балмұздағымыз, құлпынайымыз, сиропымыз тәтті болғандықтан жүрекке тиеді. Сондықтан салқын сүт алыңыздар. Міне осылай біркелкі масса болғанша әбден езіп алатын боламыз. Мен барбатос сироптарын қолдандым. Және де 0,5 стакан алып, ішіне топпинг жағып шықтым. Ол сәндік үшін. Бұл коктейльді тек қана жасап қоймай, сатсаңыздар да болады. 0,5 стаканның өзі 1500 теңге тұрады. Міне осылай топпингімізді жан-жағына құйып шықтым. Содан кейін коктейлімізді ыдысқа құйып алатын боламыз. Үстіне осындай сливки құйдым. Бұл сәндік үшін. Және де үстіне топпингпен жүргізіп өттім. Өте ерекше коктейльдердің бірі, жасап көрсеңіздер болады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Өте оңай жасалатын коктейльдердің бірі, жаздың хит коктейльдер деп айтсақ та болады. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен, Айдана.